Мәшһүрісі көпейұлы ұшқан құсты торға түсіретін, жүгірген аңды орға түсіретін тамақ екен. Жұтқын тамағына ие болған адам орға да түспейді, торға да түспейді. Осы күнгі адаммын деп жүрген адамдардың жауы иегінің астында болып кетті. Ол жауы не десеңіз, жұтқын тамақ. Жалғанда мазаққа, ақыретте азапқа түсіретін тамақ. Тамақтан тартылған бәрінен де халас болады дейді. Осыған қатысты атақты ғалым Сопы тассауф ілімінде іргелі еңбектер қалдырған имам Ғазали асқазан нәпсілік қалаулардың қайнар көзі. Асқазан қалауы адамдағы қалаулардың ең қуаттысы. Өйткені адам ата осы қалауының себебінен тыйым салынған ағаштың жемісінен дәм татып жәннаттан шығарылған дейді. Қалайша асқазан барлық нәпсілік қалаулардың қайнар көзі. Мәшһүрісі көпейұлы айтпақшы, адамның жауы неге иегінің астындағы жұтқын тамақ. Имам Ғазали асқазан асқа толған кезде адамдағы шахуат сезімдері әрекетке көшіп, үйленуге деген қалау пайда болады. Үйлену үшін де адамға мал мүлік, дүние, ақша қажет болады. Үйленгісі келетін жан өзіне дүние, мал, ақша жинауға кіріседі. Осылайша адамда дүниеге деген құмарлық арта түседі. Мал мүлік иесі болу үшін де адамға бір қызмет пен мансап керек. Атақ құмарлығы мен мансап құмарлық та осыдан кейін басталады. Адам мансапқа қол жеткізгеннен кейін, енді сол мансабын қорғау үшін өзгелермен тайталасқа, бәсекелестікке түседі. Осының нәтижесінде адамда қызғаншақтық, қыңырлық, қасарысушылық, дұшпандық, қастық, көзбояушылық пен рияқорлық деген мінездер пайда болады. Ендеше асқазанды қажеттен тыс асқа толтыру мен харам ас жеу барлық жаманшылықтың басы болса, оны бақылауда ұстап, аз және адал ас жеу барлық жақсылықтың көзі дейді имам Ғазали. Демек, мұсылман мәдениетінде бүгінгі күнгідей таңғы ас, түскі ас, бестің шайы, кешкі ас дегендер болмаған. Өйткені мұсылман тек аш шыққанда ғана тамақтанған. Ал аш болмаса да тамақ жей беру ақыр заман адамның әдеті болса керек. Өйткені Мөңке би ақыр заман адамы сағынып тамақ жемейді, ашшыны ашшы демейді дейді.